Қайырлы күн достар, сіздермен Жібек. Бүгін мен сіздерге өте жұмсақ, керемет дәмді творожный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол осындай өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін қарап өтіңіздер. Жасауымыз үшін ыдысымызға 3 жұмыртқа, қантты саламыз. Одан кейін бөлме температурасындағы сары майды салып, 2 ас қасық қаймақтымызды салып, миксермен миксерлейміз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, өйткені видеоларымды, жаңадан шыққан видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тез-тез тіркеліп қойыңыздар. Осылай жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді ұнға қопсытқышымызды қосып, ұнмен қопсытқышты араластырып разрыхлителді. Енді оның барлығын бағанағы жасап жатқан қамырымызға қосып, бірінші миксермен араластырып аламыз. Енді миксерлеп қамырды біркелкі етіп жасайтын боламыз. Барлығын осылай араластырып шығамыз. Енді салмасын дайындауға көшеміз. Ыдысымызға творогты саламыз, қантымызды салып, одан кейін қаймағымызды салып, осыны жақсылап тұрып араластырып, осылай начинкасын дайындаймыз. Негізі қасықпен емес, блендермен езетін болсаңыздар біркелкі болып шығады. Блендер болса, блендерді де қолданыңыздар. Енді біздің арнайы формамызға осы қамырымызды салып, оның үстінен видеода көрсетілгендей қылып, начинкамызды жүргізіп шығамыз. Форманың диаметрі 24 сантиметрлі. Қамырдың барлығын салған соң, осылай қарай қолдармен түзіліп шықсаңыздар да болады. Енді 180 градуста қызып тұрған пеште 30 минуттай уақыттай пісіреміз. Сол кезде жұп-жұмсақ керемет пирогымыз дайын болып шығады. Шаймен ішсеңіздер өте керемет, арасы толығымен піскен. Мына видеода көрініп тұрғандай, мен бір бөлігін алып, сіздерге осылай көрсеткен болатын. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте жұмсақ болып шығады. Егер де осы видео сіздерге ұнайтын болса, осы видеоға лайк басып, астына міндетті түрде кез келген смайлик немесе пікірді қалдырыңыздар. Сіздермен болған Жібек.